Баршаңызға қайырлы күн. Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Сіздерге көп ақпарат беріп жатырмын және өзімнің бақшамды, ауламды көрсетуге шешім қабылдадым. Бүгін тамыз айының 1-і, жаздың соңғы айы және бақшаның көркейіп, молайып, жеміс беріп, көбеюетін уақыттың шығар шегі деп айтсақ, шыңы деп айтсақ болады. Міне, мына жерде алдарыңызда пеларгония гүлі. Кейбіреулер бөлме жағдайында өсіреді, менде аулада өсіп тұр. Міне алдыңғы гүлдеп болғандары осылай құрғап қалып, жаңадан гүлдеп жатыр. Жаз басталғаннан гүлдейді, тоқтамай гүлдейді. Ал мына жердегі ампельный пеларгония, ол уже өзінің гүлдегеп болып жатыр. Демалысқа жіберіп жатырмыз. Бұйырса алдағы уақытта тағы да гүлдейді. Мына жерде менде жылда гүлдер өсетін, биыл декоративті капуста ектім. Және лилия гүлдеп болды. Мына жерде өте керемет, үлкен, пышный гортензия гүлі ақ түсті болды. Және қызыл түске айналып жатыр. Міне қараңыздар, қандай әдемі. Где-то бір 20 сантиметрдей шапка бар. Өте пышный, өте әдемі. Біздерде газон қатты ыстықта күйіп кетті, сондықтан мынадай кливерді ектік. Яғни бұл жоңышқаның декоративті бойы 15-20 сантиметр болатын түрі. Өте әдемі, иісі де әдемі, аяққа басып жүруге де пайдалы. Осындай газонның орнында жоңышқа бар. Мына қуыс менде гүлдер дұрыс өспейтін. Биыл циния, бойы кішкентай циния гүлін ектім және астарына алисум егіп шықтым. Циния гүлдері өте әдемі болып тұр және циния гүлдерінің арасына лилия ектім. Қараңыздар, қандай керемет. Мына жерде иісі өте мұңқып қатты шығатын лилия. Қасынан өткен кезде бір духи сияқты құлпырып, осы жердің иісін аңқытып тұр. Өте керемет, прям сезу керек оны. Бұл жерде шықпай қалған лилия, міне ана жерде бір лилия шықпай қалды. Қалғандары барлығы шығып тұр. Енді гүлдейтіні бар, гүлдеп жатқаны бар. Біреуі осылай қақиып өсетін лилия, біреуі осылай төменге қарап өсетін лилия. Мына жерде төменге қарап тұрған ақ түсті лилия бар. Міне бұл басқа, мынау басқа, мынау басқа. Өте керемет әдемі, қараңыздар. Өте керемет, қандай сұлулық. Циния гүлдері ойнамай қалды ғой мына жерде. Циния гүлдерімен бірге әдемі болып құлпырып өсті. Осы бұрыштан кейін уже менде бақшамда көкөністер басталады. Көкөністерді бастап тұрған ол болгар бұрышы перец, болгарский перец. Бұл жерде мен бірінші рядта гигант түрлерін ектім. Бойы қатты ұзын болады және жемістері де өте ұзын болады. 20-30 сантиметр болады бойлары және жемістерінің әрқайсысы 400-500 граммға дейін барады. Енді қызарсын, алла-аласа өте керемет болады. Бізде Ақтөбеде кеше бір апта 10 күн жаңбыр жауды. Осы жаңбырдан кейін менің атыздарыма арамшөп шығып кетті. Хотя балалармен бірге біздер арамшөпті жұлып өте ұқыпты етіп қоятынбыз. Мына жерде мен полуострый, яғни жартылай ащы бұрыш еккен болатынмын, бірақ бұлар ащы бұрышқа ұқсамайды. Мынандай өте ірі, әдемі бұрыштар болған. Тек арасында бір ғана бұрыш, тәтті ащы бұрыш шықты. Қалғандарының бәрі тәтті болгар бұрыштары. Міне, бір ғана бұрыш осындай ащы болды. Ол да жақсы болар, себебі салат жасағанда таптырмайды. Қараңыздар, сатып алмаймыз, яғни мен жалпы ащы бұрышты еккенін ұнатпаймын, себебі опыление болады да, қасындағы бұрыштар ашыланып кетеді.
Ана жерде қараңыздар қандай әдемі болып қызарып жатыр бұрыштар. Машалла. Бұрыштардан кейін менде қызанақтар. Кеше ғана қызанақ жинап алдым. Сондықтан қызарған қызанақ әлі аздау. Мына жерде бобкат деп аталатын сортовой қызанақ. Өте ірі, бойы орташа, дәмі тәтті. Күнделікті жинап алып жеп жатырмыз. Қараңыздар, өте керемет, гүлдеп жатыр, жеміс беріп жатыр. Содан кейін уже бойы ұзын қызанақтар кетеді. Мынадай сары түсті қызанақтар бар, жасыл түсті қызанақтар бар. Енді жасыл түстерді жинап алған болармын. Жасыл түсті қызанақ, оранжевый, қызыл, жасыл, түрлі түсті қызанақтар бар. Осылай байлап, формировка жасап қойдық. Жеміс беріп жатыр, гүлдеп жатыр. Енді жаңбырдан кейін, шамалы желден кейін сәл-пәл салмағын көтере алмай қисайып қалған болуы мүмкін. Реттейміз, дұрыстаймыз. Осындай қызанақтар. Қызанақтардан кейін қазақша баялды, орысша баклажан, полосатый баклажан и ақ түсті баклажан шамалы ауырып, енді оңалып келеді. Қызыл түсті капуста ектім. Жай капустадан көрі қызыл түсті капустаның пайдасы өте көп. Сондықтан қызыл түсті капуста және брокколи капустасын ектік. Уже жинап алу керек, әйтпесе гүлдеп кетеді. Жинап алып жеп жатырмыз шетінен. Уже брокколи өте әдемі. Арасында ол калибри дейма капуста. Осындай бір капуста кетіп қалған. Одан кейін бізде қияр. Қиярды шетінен жинап жеп жатырмыз. Бұл жерде сортовой қияр да бар, магазиннің қиярлары да бар. Және жеуге ыңғайлы болсын деп осындай китайский қияр ектім. Өте жақсы. Кесіп жей бересің шетінен. Биыл қияр бізде кеш көтерілді. Себеп алдыңғы мамыр айы, маусым айы өте салқын болды, жаңбырлы болды. Сондықтан қиярларымыз енді көтеріліп, енді жеміс беріп жатыр. Менде қиярда осындай сеткаға байлап өсіремін. Жерде жатқан ұнамайды қияр. Жерде жатса бірден сеткаға байлап іліп жібереміз сеткаға. И сеткадан жақсы өрмелеп, жеміс мол береді. Жаңбырдан кейін өңдеу жасалған жоқ. Алла қаласа, алдағы уақытта зиянкестерден, аурулардан өңдеу жасаймыз. Себебі қияр өте ауруға ұшырағыш, өте нәзік, әрқашан күтімді қажет етеді, әрқашан өңдеуді қажет етеді қияр. Сондықтан жақсы мол жеміс жегіңіз келсе, қиярды міндетті түрде өңдеу жұмыстарын жүргізіп тұру қажет. Қиярдың қасында бос тұрмасын деп, мына жерге бойы кішкентай декоративті циния гүлдерін ектім. Өте әдемі, мына жерде әдемі фонды бізге ұсынып тұр. Түрлі түсті, өте керемет. Өзім жалпы гүлді жақсы көрем. Биыл өкінішке орай өте аз гүл ектім. Мен гүлдің мол болған, үй жақта гүлдің құлпырып тұрған жақсы көретін адаммын. Кривердің ортасында көп жылдық пион гүлі бар. Пион гүлі ерте көктемде гүлдейді. Сондықтан қазір гүлдеп болды. Гүлдеп болғасын, оның орында тағы гүлдесін деп гладиолус ектік. Гладиолус алла қаласа қыркүйек айының гүлі. Алла қаласа алдағы уақытта гүлдейтін болады. Енді мына жақта жеміс талдары бар. Биыл бірінші рет өрік берді. Өте тәтті. Одан кейін мына алма ағашы биыл жеміс берді. Алманың үлкендігін қараңыз, ешқандай тыңайтқыш ештеңе құйған жоқпын, тек қана зиянкестер мен аурулардан өңдеу жасадым. Алманың диаметрі 10 сантиметр болады. Қараңыздар, өте мол алма және тіпті алманың ағашы өзінің жемістерін көтере алмай құлап жатыр. Байлап қоюға тура келді. Мындай керемет алма ағашы. Машалла.
Өте жақсы. Апорт секілді, тіпті ірі, өте ірі. Міне, қандай керемет. Мына алма ағаштары бізде жеміс берген жоқ. Мына алма ағашы бірінші рет гүлдеді. Қызыл түсті ранетка сияқты. Тағы қозғаған жоқпыз. Мына алма ағашы өте көп мол жеміс берді. Қазір экранда суреттерін, видеосын қалдырамын. Бізді ренжіткен жоқ. Өте ризамыз. Бұл алма ағашының жемісін біздер шелектеп алып жедік десек те артық болмас. Өте керемет. Өте ірі болды, машалла. Тыңайтқыш бердім әрине. Тыңайтқыш бергесін ірі болды. Одан кейін бізде өрік, қызыл өрік, орысша слива, қызыл түсті өріктеріміз. Аллаға шүкір өте мол және ірі. Үлкендігін қараңыздар, қандай үлкен, қандай ірі. Тоже шетінен піскендерін, жұмсақ дегендерін жұлып алып жеп жатырмыз. Қараңыздар, қандай керемет. Үлкендігін қараңыздар. Өстіп ұстап көремін де, жұмсақ дегендерін жинап алып, үйге апарып жеп жатырмыз. Ал қаттылары пока қозғап жатқан жоқпын. Міне. Қандай керемет. Сулы, тәтті, өте керемет. Қызыл түсті өрік. Жеміс талдарынан кейін үйдің жанында менде малина жемісі бар. Жемістерін беріп болды. Өте мол өнім жинадық. Қазір экранда суреттерін тастап кетем. Тіпті міне 4-5 штук малина тауып алдым. Негізі бұл менде ремонтантный емес, обычный малина. Бір жерде 10 жылдан аса уақыт өсіп тұр. Сонда да өте көп жеміс беріп жатыр. Және мен малина талдарын басқа жаққа қарай көшіріп жатырмын. Жеміс ағаштарының астының бәрін газон қылдық. Қатты күн шақырайған күн түспегендіктен бұл газоны жақсы өседі. Ал мына бетте бізде өкінішке орай қатты күн түседі, сондықтан бұл жерде газон өсіре алмадық та, бұл жерге кливер егіп тастадық біздер. Осындай көрініс аулам. Мына жерде гүлдер деп есептегенбіз. Бұл жерде лилия гүлдері гүлдеп болып кетті. Хоста гүлдер өсіп жатыр. Алисум өзіне өзі шыққан. Бұл жерде менде смородиналар бар. Хоста. Мына жерде менде груш алма ағашы мен алма ағашы үсіп кеткен болатын. Өте бір керемет бағбан ағам бар. Сол кісі мені алма ағашымды прививка жасап берді. Қараңыздар. Алып тастау керек уж. Прививкадан алма ағашы осындай күшті болып өсті. Мына жерде күздік алма ағашы менде ұсақ болады, қатты ірі болмайды, бірақ жаңа жылға дейін сақтап жеуге келеді. Тоже мол өнім берді. Бір рет қана тыңайтқыш бердім. Тағы да тыңайтқыш беретін боламыз. Енді бақшамның қатты керемет күтімі жасалмағандықтан бәрі өсіп кеткен. Қазір уақытша бақша қарай алмай жүрмін. Мына жерде менде постоянно зелень егетін. Биыл зеленьге күтім жасай алмайтын болғандықтан помидор, перецтердің қалған көшеттері бар ғой, рассадалар, солардың барлығын осы жерге егіп шықтым. Мына жерде менде помидор мен перец, 2 грядка помидор мен перец болды. Ештеңе істеген жоқпын, қалай бар солай өсіп жатыр. Осындай көрініс. Және помидорымыздың перецтің үстінде бізде облепиха ағашы бар. Облепиха биыл өте мол берді. Өте көп. Мына жерде облепиханың опылителі еркек талы бар. Яғни облепихада ұрықтандыратын еркегі болмаса, облепиха бізге жеміс бермейді. Сондықтан міндетті түрде облепиханы еккен кезде қасында еркегі болу керек. Міне менің облепиха талым өте көп. Қараңыздар, мол, чуть-чуть қалып пісуге. Қараңыздар, қандай керемет. Өзі ашы қышқыл болады. С витамині өте көп құрамында. Облепиха өте көп сұранысқа ие. Мен өзім жалпы облепиха талдарын
Және облепиха жемісін сатылымға шығарамын. Прям өте керемет сұраныспен алады бұл облепиханы. Биыл көктем жақсы болғандықтан бізде қарап тұрғандарыңыздай молынан ағып тұр, иә. Міне менің бақшамның көрінісі осындай. Өзіме ұнайды. Шағын аула, керемет күтілген гүлдер, жеміс ағаштары, жемістер. Өзіме жақсы көңіл күй сыйлайды. Өте жақсы көремін, гүлдерді жақсы көремін. Бау бақшаны, жеміс ағаштарын жақсы көремін. Осыларды күту, осыларды баптау маған прям үлкен мотивация береді. Міне менің бақшамның жалпы көлемі осындай. Егер менің бақшам ұнаса, обзор ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қателіктермен жұмыс жасап, бақшамыздың одан әрі керемет көркеюіне тырысатын боламыз. Қайырлы кеш баршаңызға.